анау мен бұзық болғандашы, сен ашуланбай ұра бер, иә мені. Сен ашулансаң, мені қатты ұрып қоясың, ұқтың ба? Өткені сен ашуланбай шолғысын. Ашуланбай ұрсамшы? Ашуланбай ұрсаң, кішкене жайрек ұрасың. Онда вообще ашуланбау керек шығар онда, иә? Енді соң қалай ашуланбауға болады енді? Қалай дейсің ба? Қалай деген сөз қалай болады? Енді мен қалай ашуымды бассам болады? Ашуыңды ол үшін тек ауадан сұра. Ауа саған ашуыңды күнде бастырып жүретін қылады. Сосын ашуыңды ауа кетірші деп айтсаң, ауа сенің ашуыңды кетіреді. Сондай. Енді түсінген сияқтымын. Енді ашуымды кетірші деп сұрап жүрейін бе? Күнде сұра. Сосын сен мені ашуланбай ұратын боласың. Алла балаларым вообще бұзық болмасын, мен тыңдасын деп сұрасамшы. Сонда мүмкін сендерді вообще ашуламаймын да, сендерді вообще ұрмаймын да сосын. Ұрмасаң да бірақ ашуланбасаң да жайырақ қарасың ғой бірақ. Вообще ұрмасам да жақсы ғой негізі. Вообще ұрмау үшін сендер бұзық жасамауың керексіңдер. Тоқта, мен саған ескертейін. Сен ол үшін ауадан сұра. Ауа, біздің баламыз ақылды болсын деп сұра. Бәрін ауадан сұра. Сонда ауа саған бәрін береді. Ауа, балаларыма ақыл берші деп сұра. Фирдаусқа, Мұхаммадқа ақыл берші деп сұра. Өзіме де ақыл берші деп сұра. Мен күйеуіме де ақыл берші деп сұра. Сосын бәрі жақсы болады жәрі? Иә. Иншалла, иә? Иә. Енді түсіндім енді. Сөйтіп сұраймын енді күнде. Күнде сұра. Сосын бәрін ауа ақылды қылып береді. Сен де маған көмектесеші, сен де былай. Иә, көмектесем білім ғой көмектесетініңді. Сен де былай ақылды болып жүріп көмектесеші, сен де. Мен деген итак ақылдымын ғой. Дұрыс.